лингвистика бірінші сұрақ қазақ лингвистикасын қалыптастыру. Қазақ лингвистикасын қалыптастыру негізінен лингвистика деген сала өзі лингвистиканың салыстырмалы түрде жаңа саласы. Бұл да ақпараттық парадигма негізінде қалыптасқан. Негізгі мақсаты кез келген ұлт өз болмысын тіл арқылы ашу дейді. Тілдік бірліктер арқылы ашу керек болды. Тура сол қазақ лингвистикасының қалыптасуына негіз болды. Қазақ лингвистикасы негізінен 20-шы ғасырдың 70-80 жылдары қалыптасып есептеледі. Нақты факт негізінде өйткені ғалымдардың ең алғаш қазақ лингвистикасы деп сондай терминді енгізіп, сол жұмыстарын сондай ықпалмен берген тұсы сол болады 20-шы ғасыр 70-80 жылдары. Енді оған дейін де қазақ лингвистикасы болған жоқ деп айтпаймыз. Біз әр сабақта қозғалатын мәселенің бәрінің бастауын 20-шы ғасырдың басындағы алар-сиялардан аламыз. Ол кісілерде болды этнолингвистика. Қайсының еңбегін алсаңыз да қазақтың болмысына, қазақтың табиғатына сай тілдік бірліктер, солардың талдануы, фразеологизм, мақал-мәтел оны зерттемеген адам кемде-кем. Бірақ оны нақты этнолингвистикалық бағыт деп атаған жоқ. Ал енді қазақ этнолингвистикасының қалыптасуында негізі үлгі ретінде орыс тіл біліміндегі этнолингвистиканы алды. Орыс тіл біліміндегі этнолингвистика негізінен Вячеслав Всеволодович Ивановтың этимологиялық зерттеулерінен, содан кейін Никита Ильич Толстойдың диалектологиялық мектебі болған. Бұл диалектті неге пайдаланған? Әр өздерінің енді Ресейде жері кең мемлекет қой, әр округтегі, әр жердегі тілдік ерекшеліктер арқылы сол мекенді, сонда мекенде отырған халықтың табиғатының, мінезінің ерекшеліктерін анықтауға келген ғой, екінші Толстойдың мектебі. Сөйтіп жүріп диалектологиялық мектепте негізгі жұмыстар атқарып жүріп, тіл біліміндегі этнолингвистиканың негізін қалап бергендер, өздері білмеуге алғандар. Бұл диалектологиялық жұмыстардың іргетасы сонымен этнолингвистика оқыған жүрген. Біздің қазақ тіл біліміндегі этнолингвистикада тура осы үлгіні ұстанған, яғни тілдік бірліктер арқылы және де диалектке байланысты халықтың сөйлемісіне қарай ұлттың болмысын, мінезін ашуға тырысқан. Енді ғалымдарға келетін болсақ, әрине Әбдуәли Хайдар негізінен қазақ этнолингвистикасының негізінде тұрған, бастауында тұрған қазақ этнолингвистика мектебін қалаған Әбдуәли Хайдар болады. Ол кісімен қатар енді есімдер бар Рабиға Сызды, Ербол Жәмпейісов, Бағдат Момынова, Нұргелді Уәли, Жанат Манкиева. Бұл Әбдуәли Хайдар өзінің негізі Әбдуәли Хайдардың бір еңбегіне тоқталыңызшы. Иә, тоқталғанда айтамын. Бұл кісі негізінен өзінің сауалы қазақ қандай халық деген сауал болды. Соның негізінде қазақ ана тілі әлемінде деген көп еңбек өзі 3 томнан тұрады. Жақсы еңбек, соны қараңыздар әлеуметтік үшін. Қазақша тұрады, өте керемет еңбек. Сіздерге де керек. Адам, қоғам, табиғат 3 томы. Әр томында әрбір бірлікті талдап отырған, кәдімгідей үлкен бір база болып, соны компьютерға енгізе салса, автоматтарға шыға береді. Сондықтан осы Әбдуәли Хайдар қалыптастырып есептеледі. Бұл кісінің сол Әбдуәли Хайдар мектепті қалай қалыптастырды, осы бағытта жазылған диссертациялық жұмыстар, докторлық диссертация, кандидат диссертацияның саны артқан. Соның ішінде докторлық диссертация қорғаған Ербол Жәмпейісов, Жанат Манкиева, кандидаттық диссертация қорғаған Жұртбаева, Шойбек, Мұсабаева сынды ғалымдар. 1989 жылы сол мектеп қалыптасқаннан кейін Ербол Жәмпейісов орыс тілінде қорғап шығар этнокультурная лестница казахского языка деген. Онда қазақ тіл біліміндегі этнолингвистикалық қорда бір ой тұтырып орын алған алғашқы еңбектердің бірі болатын. Одан кейін 1994 жылы Ана тілі газетінде этнолингвистика деген үлкен ғылыми мақала шыққан, яғни қазақ тіл білімінің этнолингвистикасы қалыптасты. Енді осы жолда жұмыс атқарыла береді. Бұл қазақ тіл біліміндегі қазақ этнолингвистикасының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, қазақ этнолингвистикасының негізгі мақсаты лингвистикалық мақсатқа болған жоқ. Яғни біз тіл білімінің ішіндегі жаңағы ұлттың болмысын танытатын мақал-мәтел, фразеологизм, тіркес, сөз, концепт, былай айтқанда, соларды теріп алу ғана болған жоқ. Олардың негізгі мақсаты жалпы ұлттың болмысын ашу болды. Ұлттың болмысын ашқан кезде жаңағы айтады ғой, арнасы бар, этюд бар. Ол тек қана бір сөз тіркесі емес, ол сөйлем ба, ол мәтін ба, ол мақал-мәтел ма. Сондай күнделікті қолданыста жүрген
сөздер арқылы біз қалай ұлтымыздың өзіміздің ұлттық болмысымызды ашамыз, немесе керісінше әбден қолданыстан шығып қалған сөздер де біздің ұлттық болмысымызды ашады. Яғни біз сөздің этимологиясында қарағанда, ол этимология деген сала бар, яғни өз алдына бөлек. Бірақ онда тек теориялық базалық қалыптасады. Ал сол этимологиясы ұлттың болмысының өзгеруіне қаншалықты әсер еткен, екеуі параллель сөз өзгерген сайын халық қалай өзгерген деген сияқты осындай зерттеудің бәрі де қазақ этнолингвистикасында қарастырылады. Содан кейін қазақ этнолингвистикасында тек қана жаңағы әдеби нормаға енген сөздер емес, диалект ба, параллелизм ба, болмаса барлық тілдерге арнайы сөздер болсын, оның бәрі ұлттың болмысын белгілі бір аспектіде ашуға көмектеседі. Сондықтан да этнолингвистиканы біз былай арнасы бір қаяз, тар сала деп қарастырмауымыз керек. Ұлттың болмысын ашатын, көп ойлайды ұлттың болмысын ашатын, сол баяғы шаңырақ, бесік, фразеологизм сонда түседі. Этнолингвистиканың арнасы оған қарағанда әлдеқайда кең, тек қана тіл арқылы болмысты ашу емес, болмыс арқылы тілді ашу міндет болды. Нақты қандай зерттеулер осы этнолингвистикаға? Жалпы этнолингвистикаға арналған Абдуәли Хайдардың еңбектерінен бөлек Жансейітов, одан кейін Абдуәли Хайдар қазақтың өзек мәселелерінде де айтады. Қондыбайдың артық қазақ мифологиясы еңбегі бар, Бағдат Мамырованың тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар. Жоқ, этнолингвистика қатысын сұрау. Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар ол жалпы тіл біліміне қатысты, нақты этнолингвистикаға қатысты. Қандай зерттеулер бар? Көп қой. Этнолингвистикаға байланысты концептке байланысты зерттеулер көп қой. Ол когнитология, этнолингвистикаға қатысты. Жақсы, келесі айтыңыз. Концепті ол когнитология ғой. Аталмайтын жаңағы қазақ этнолингвистика басында тұрған Копыленко еңбегін айтамыз. Этнолингвистиканың негіздері 95 жылы жарық көрген. Бұл еңбектің ерекшелігі бұл жерде талдау жүргізілді. Әртүрлі еңбектердегі және де ондағы ерекшелігі және де 1044 еңбектің библиографиялық тізімі берілген болатын. Сосын қазақ тілінде осы этнолингвистикалық зерттеулерге Қосынова, Сандуға, Кенжебеков, фан компонентті мақал мәтелдері болып әдеби негізі кандидаттық болсын. Майкееваның қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері, Рахымберлина Әбдіғалиқызының қазақ тіліндегі бейресми кісі есімдерінің этнолингвистикалық және танымдық сипаты кандидаттық диссертациясына айтуға болады. Сосын Смағұлованың мағыналас фразалар негізінде ұлттық мәдени аспектілер атты еңбегі айтылған алашованың аударма тану, лингвистикалық және лингвомәдени мәселелері. Сосын осы мәселеде Шойбек ғалым өте жақсы зерттеулер жүргізген, әсіресе қазақ зерттелік өнерінің сөздігін жасаған болатын. Ішінде 1400 сөзді қамтыған екен. Және соның негізінде қазақ зерттелік өнерінің жаңағы сол еңбек шығарған болатын. Соны түсіндіретін. Сосын құстарға байланысты атаулардың семантикасы еңбек шығарған болатын. Сосын Шойбеков Құманбайұлының біріккен түркі мәдениетінің этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеуі атты еңбегі бар. Жақсы, бір еңбекке тоқталып Тек санау болып шықтым. санамалу керек қой. Мен зерттелік өнерде ғана қарап шықтым, ол жерде әртүрлі зерттелік өнерлерге сөзді қарап шықтым. Сөздегі алады, одан кейін әрқайсысында этнолингвистикалық түсіндірулер жүргізіледі. Ол не, қандай мақсат, мысалы көк дегенді алады, көк дегеннің түс түріндегі қолданылатын, мысалы бірде жасыл, бірде түс білдіретін, соның қандай бұйымдарда сол көк деп атайды, сондай мысалдар келтірді. Көрсеткіш ретінде жазылды. Келесі. Этнос, этносәлемі, этнос болмысы, этнос өлкелі деген оның сөздері ерекше мән береді. Жалпы осы қазақ этнолингвистика саласы 1970 жылы басталған өзінің Абдуәли Хайдардың еңбегінен басталған. Жалпы осы Абдуәли Хайдардың еңбегінде осы еңбегінен бөлек Жансейітовтің қазақ ескіліктері деген еңбегі бар. Қазақ ескіліктері. Жалпы Жансейітов осы Абай жолындағы Абай жолы эпопеясын тілін зерттеп, сондағы қолданылатын ондағы ұлттық кодтар, ондағы ұлттық символдарды этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеген. Және де осындай құнды еңбегі бар, және сонымен қатар қазақ ескіліктері деген еңбегі бар. Осы қазақ ескіліктері еңбегінде осы Жансейітов ең бірінші
қазақ этнолингвистикасы Ахмет Байтұрсыновтан басталады дейді. Жалпы Ахмет Байтұрсыновтан басталады дейді, жалпы осы қазақ этнолингвистикасы Ахмет Қашқаридың еңбектерінен басталады. және осы бумберг пен ойы сандас, бумберг пен ойы бірдей ол Ахмет Байтұрсынов дейді. Ахмет Байтұрсынов осы орыс тілінде кейіннен қалыптасқан материальная культура, духовная культура дегенді Ахмет Байтұрсынов өзінің еңбегінде айтып кеткен тірнек өнер мен көрнек өнер деп. және осы кейіннен орыс тілінде енгізген осы этнолингвистикалық культура предметы жизненного обеспечения дегенді Ахмет Байтұрсынов жан қоштау мен жан сақтау өнер деп айтады. Жан сақтауға арналған және жан қоштауға арналған деп бөліп кеткен осы этнолингвистикалық басталған Ахмет Байтұрсыновтан бастайды. және де осы орыстардан бастап жүрсек біздің сол алаш зиялылар Ахмет Байтұрсыновтан айтып кеткен осы орын бар. Тек қана терминдер терминдердің шетінен бастапша, бірақ солар қазақ тілінде кейін бұрыннан айтылып кеткен деп айтты. Жалпы осы Жанпейіс өзінің еңбегінде осы этностың таза өзінің ерекшеліктерін, соның ішінде осы өткен алыс замандағы дәстүрлі тұрмыстық мәдениет айқындалған таптырмайтын орнықты дерек көздерін келтіреді осы еңбегінде. және де осы Жанпейісов осы этнолингвистика тақырыбында 1994 ана тіл кітабында ана тіл газетінде мақаласын жариялайды. және де тағы бір еңбек ол Ақселеу Сейдімбектің еңбегін айтуға. Ақселеу Сейдімбек осы этнолингвистикаға өте көп еңбек сіңірген. оның қазақ әлемі деген еңбегі бар Ақселеу Сейдімбектің. Ақселеу Сейдімбек осы еңбегінде төртінші тарау халықнама деп аталып, осы халықнама тарауында мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды көбірек қарастырған. және де осы оның ішінде мысалы Ақселеу Сейдімбектің Әбдуәли Қайдар өзінің еңбегінде Ақселеу Сейдімбекке сілтеме береді. яғни этнолингвистика этюдтарды талдаған кезде этюдтарға осы Ақселеу Сейдімбектің сөзімен сілтеме береді. Ақселеу Сейдімбек осы сөзді итсебек деген сөзді Ақселеу Сейдімбек толығын талдаған деп осындай сілтеме берген өзінің еңбегінде. жалпы шөптің атауы итсебек. және осы еңбегінде қазақ әлемі деген еңбегінде Ақселеу Сейдімбек шарық, бізге бейтаныс сөздерге де көптеген анықтамалар берген. соның ішінде мысалы тыйым сөздер деген отты баспа, отты шашпа деген сияқты сөздердегі олардың жай ғана теориялық тұрғыдан ол практикалық мәні бар екенін де айта кеткен. нақты мысалдармен түсіндірген жеріне мысалы шарық дейді, шарық ол теріден тігілген қара дүрсін аяқ киім дейді. және шарықты үш түрлі теріден сөйлейді. ол яғни біріншіден еленген қайыстан тігеді дейді. екінші терінің түсті сыртынан қаратылған тігеді дейді. үшіншіден ол еленбеген шикі теріден жасалады. былай қараған кезде шарық деген сөзі қазір онша қолданылмайтын сөздердің бірі шарық деген сөздер. бірі білсе бірі білмейтін сөз. осы Ақселеу Сейдімбектің еңбегінде толығырақ әрбір сөзге жай ғана былай оған анықтама ғана бермей, оның қалай жасалатынын, оның қандай пайдасы барын, соның барлығына тоқтала кеткен еңбегі жақсы. Этногенез деген этногенез ұлттық пайда болуы. этнос деген этнос ұлт. мынау жалпы этнолингвистикалық зерттеулердегі қандай ерекшеліктер бар? Ақселеу Сейдімбектің Жанпейісовтің еңбегін қараңыз. қандай өзіндік ерекшеліктер? мен сау. мысалы Жанпейісов шамы идеоэтикалық зерттеулер, шамы өзінің еңбегінде, яғни искрит деп аталып тұрған өзінде бар ғой. ал Ақселеу Сейдімбек оның ішінде өзінің тараушаларында барлығына ауыз әдетінен фольклор кез келген түріне тоқталып, соларға кеңінен мәлімет береді. жан-жақты мәлімет. жақсы. олар қайда? жалпы енді этнолингвистика дегеніміз этностың болмысын тіл арқылы зерттейді. және де ол жерде ең маңызды нәрсе мәдениеттің бұл жерде айтқым келгені этнолингвистиканың ерекшелігі. жалпы этнолингвистиканың ерекшелігіне біз пәнаралық байланыстар жасастық болады. бірінші ерекшеліктер. мысалы біз этнолингвистиканың өзі тіл білімінің жеке саласы болғанымен байланысты ғылымдар бар. мысалы біз оған байланысты лингвистика айтамыз, антропология, әлеуметтану, психология, сонымен қатар басқа да ғылым салаларын айтамыз. жалпы тіл мәдениеттің элемент ретінде көптеген факторларға байланысты. екінші оның мәдени байланысы. мысалы мәдени байланысы этнолингвистика тіл мен мәдениетті өзара байланыстыра зерттейді. сонымен қатар этникалық ерекшелік.
мысалы этникалық ерекшелігі дегеніміз ол этнолингвистиканың белгілі бір этностың тілі мен мәдениетін зерттейді. Мысалы оның ішінде жаңағы олардың діни ғұрыптары, тарихи дәстүрлері, әдет ғұрыптары да